қазақтың байырғы бешекті сылдырман домбырасы деп атайды. Үйсін дәуірі, Үйсін қаңыл тайпасынан бері қарай қазақтың орта жазығында кең тарала бастаған қазағымыздың төл аспабы. Бұл аспапты енді бертін кезінде Қытай өңірінде Қытай қазақтары жақсы дамытқан 20-30 жылдай осыны бері қарай алып келген. Бұны 80-ге келген Сұлтанғазы Ақсақалдың қолынан шыққан аспап мен дәл қазіргі ұстап отырған. Ал қазақ елінде бірден бір осы қазақтың сылдырман домбырасын насихаттаушымын. Бағдар Жарқынұлы. Рахмет. Бұны шығып жатыр ма қазір? Иә. Мынау мұны. Мынау дыбыс зорайтқыш қой. Аппаратқа суқой. Ну вообще в Казахстане много мастеров, кто умеет играть, да? Много мастеров, кто умеет играть на таком инструменте. Потому что мне кажется, это редко, да? Первый раз көрдім мен бірінші. Да, вы первый раз? Мен өзім Қытайдан келген, Қытайдың азаматымын. Қайтма. Осы жаққа көшіп келген қазақ елінде. Қазір Астана қаласында Болат Сарбаев атындағы ұлттық музей бар. Өзіміздің сол музейдің арасында Жошы этно-фольклор ансамблі бар. При музее? Национальный музей, который? Иә. Сол ансамбльде жұмыс жасаймын. Сол аралықта осы аспапты бірден бір таныстыру үшін әрі осы қазақ еліне негізі насихаттап жүрген азамат. Есімің кім? Бағдар Жарқын. Бағдар Жарқын. Баята.